Солтүстік Корея лидері Ким Чен Ынның ықпалды қарындасы сәрсенбіде Токио тынық мұхит аймағындағы әскери позициясын күшейтіп жатқан Жапонияны соғыс мемлекетіне айналды деп айтпады. Жапония екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі пацифистік мәртебесінен біртіндеп бас тартып келеді. Әскери шығындарды арттырып, қорғаныс пактілерін кеңейтіп және шалғай араларында зымыран ұшыру қондырғыларын орналастыруда. Солтүстік Кореяның мемлекеттік бағы таратқан мәлімдемеде Ким Йо Чон Токионың жақында Томахавк алыс қашықтықтағы қанатты зымырандарын сынақтан өткізгенін және мамыр айында Филиппиндегі ақш бастаған әскери жаттығуларға қатысқанын, Вашингтонның тынық мұхитындағы қауіпті әскери қадамдарды қолдауының дәлелі ретінде келтірді. Солтүстік Кореяның басты одақтасы Қытайда жақында Жапония тарапынан байқалған жаңа милитаризмге алаңдаушылық білдірді. Токионың қатал ұстанымдағы премьер-министрі Санае Такаити қараша айында Қытайдың Тайваньды басып алу әрекеті Жапония әскерінің жауап қайтаруына себеп болуы мүмкін деп тұспалдағаннан кейін қарым-қатынастар одан әрі нашарлады.